баян аспабымен танысу болмақ. Баян аспабының құрылысына келетін болсақ, бұл 3 бөлікке бөліп қарауға болады. Бірінші оң жақ бөлігі, яғни ноталар орналасқан оң жақ бөлігі. Екінші сол жақ бөлігі. Енді үшінші бөлігі мынау ортасындағы мех. Бұны біз сол қол, міне біз күш алып тұрмыз, мынау бізге сол қолдағы ремен осы мехті ашуға, жабуға, күш алуға көмектеседі. Мынау бізде мех ашылып қалған жағдайда ең жоғарғысында жабамыз. Сол үшін осы ремен бізге көп көмектеседі. Осы ременнің ашып жапқан кезде қолымызға күш береді. Дыбыстың анық шығуы бұл тікелей мына мехті ашып жапқанымызға қарай. Егерде дыбыс жай шығып тұр. Өйткені мен мехті қолыммен күш салып тартып ашып жатқан жоқпын. Ал егер дыбыс анық шықты. Себебі мен қолыммен күшпен мехті қаттырақ тартқан кезде дыбыс қаттырақ шығады. Аспапты жатқызып, қарап тартуға болмайды. Аспапты алдымызға дүзу қоямыз, денемізді тік ұстаймыз, оң аяқты сәл алдыға жылжытып қоямыз да, сол аяғымызды дүзу қалпында ұстаймыз. Енді орындыққа отырған кезде орындықтың арқасына шейін толық сүйкеніп отырмаймыз, орындықтың жартысына отырамыз. Орындыққа отырып баян аспабын дұрыс ұстап үйрендік. Енді біздің алғашқы сабағымыздағы жаттығуымыз бұл мынау сол жақтағы клавиатуралардың дыбысын ойнап көрейік. Бізде жақындатып көрсетейін. Баян аспабында сол жақ клавиатурасы ақ және қара түсті клавиатуралармен берілген. Ақ түстегі мынау бірінші және екінші қатарда орналасқан бұл бір дыбысты ноталардың дыбысталуы. Міне. Ал енді үшінші, төртінші, бесінші қатар бұл үш дыбыстылық, яғни бізге аккордтың дыбыстарын береді. Біздегі ашық дыбыс мажор деп аталады. Мына жақтан осы бір клавиатураны басқан кездегі үш дыбыстылықты мен оң жақпен үш нотаны басар едім. Енді біз ең бірінші өздеріңіз білетін до нотасы, алғашқы до нотасын осы жақта қай жерде орналасқанын тез тауып алайық. Ол үшін аспапқа қарасақ, бізде мынау қара клавиатуралар біткеннен кейін ақ клавиатура басталады. Соның біріншісі емес, үстіндегісі, міне көріп тұрмыз ба? Ерекше ортасын шұңқыр қылып, ерекше клавиатура қойған. Осы ерекше клавиатура бізде до нотасы. Мінекей, мынау ақтың екіншісі до нотасы. Осы до нотасын тауып аламыз. Және до нотасын саусағымыздағы ортаңғы үшінші саусақпен ұстаймыз. Қасындағы екінші саусақпен біз үшінші қатардағы мажорды ұстаймыз. Міне, бүйтіп қарап тұрсақ, орналасқан, осы доның қасындағы мажор. Енді осыны тартып көрейік. До, мажор, до, мажор, до, мажор, до, мажор. Енді до нотасының дәл астында тұрған, бұл бізде фа нотасы. Оны да басып көрейік. Доның үстінде тұрған соль нотасы.
үйде баян аспабыңды алып, орындыққа дұрыс отырып, және сол қолымен до мажор, фа мажор, до мажор, соль мажор, до мажор. Осы үш мажорды орындап, қолымызды жаттықтырып көріңдер. Келесі сабақта кездескенше.